Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін сіздермен сарымсақты қалай қысқа ыңғайлы етіп сақтауды дайындайтын боламыз. Ол үшін мен алдын ала сарымсақты блендермен езіп дайындап алдым. Енді бұны кәдімгі пищевой пленкаға саламыз. Жақсылап бәрін бірыңғай салып алып, тегістеп жаямыз. Мінекей бәрін салып алдық. Енді осылай қолдың көмегімен жайып, бір тегіс етіп жаямыз, әдемілеп. Өзі сарымсақ блендерден өткеннен кейін жұмсақ болады. Қолға икемге әдемі келеді. Осылай жайып шығамыз. Барынша жұқа етіп жайсаңыз, бөлгенге де ыңғайлы болады. Енді осы тұста сызғыш болса әдемі болушы еді. Бірақ мен сызғышты іздеп отырмадым. Қолда бар затты қажетімізге жаратамыз. Менде мороженыйдың таяғымен сызықтарды сызып шықтым. Жалпы бұл сарымсақ пластинкаларына келетін болсақ, иісі де, дәмі де еш өзгеріссіз жақсы сақталады. Міне менде тағы да екінші бөлігі сарымсақтың. Бұл бөлігі кішкене көптеу болды, сондықтан пакетке үлкен етіп жайдым. Бұл пластинканы да дәл солай жұқалап жайып, өзіңізге қалай ыңғайлы сонша бөлшектерге бөлеміз. Бұндай сарымсақтардың ең ыңғайлы пайдалы жері, кез келген уақытта сарымсағыңыз үйден табылады және де дайын түрінде. Әрі қалағанша ұзақ сақтауыңызға болады. Дайындап болған пластинкаларды тақтайшаға салып, тоңазытқышқа қатыруға жібердім. Міне дәл осылай қатқанда осындай болып шығады. Бұл сарымсақ пластинкаларын өз қалауыңызды сақтауға болады. Қаласаңыз контейнерлерге осылай бөліктерге бөліп салып қойсаңыз болады. Ол да ыңғайлы. Кез келген уақытта бір бөлігін ғана алып осылай қолдана бересіз. Иісі өте керемет, құрметті көрермен. Сіз де осылай ыңғайлы етіп жасап, қажетіңізге жаратыңыз. Бұл видеом сізге пайдалы болып, ұнаса, лайк басып, коммент жазыңыз. Сіздермен болған Нагима Зұнымқызы, қош сау болыңыз.